ұстаздар, оқушылар, қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы, қазақтың Паганин атанған Айткеш Толғанбаевтың бағалы ердің бағасына жетейік атты тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Шежірелі Шыңғыс шері, ұлылардың киелі мекені болумен қатар, небір сайыпқыран өнер саңлақтары мен дүлдүл талантты дарын иелері болған өнердің отаны. Олардан ұлағат дарыған киелі өлкеде өсіп, өнердің өміршеңдігін паш еткен тағдыр кемесі қай жағалауға апарып тастаса да, өмір үшін күрескен халқым деп жан кешті ерлігімен емрелткен Айткеш Толғанбаев сынды табиғи дарын иесін күннен күнге биіктер тұлға екенін айрықша әспеттеп, бүгінгі ұрпаққа үлгі ету біздің міндетіміз. Қатал тағдыр тәлкегі не ұшыраған Айткеш Толғанбаевтың бойындағы ерекше дарындылық атаның өсиеті, ананың қасиеті мен киелі өлкедегі таңғажайып құбылыстан дарығаны әрине сөзсіз. Осыдан 80-90 жыл бұрын қазақ ауылында, қазақ балалар арасында осы скрипка аспабын құмартып, скрипканың сиқырлы үніне жан тәнімен, жүрегімен тебірентіп, адам болмады десем артық айтқан емес. Айткеш Толғанбаев 1924 жылы бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Қарауыл селосы осы Шыңғыстау жерінде дүниеге келген. Жастайынан музыкаға әуес болды. Анасы Бибісараның салған әндерін сүйсініп тыңдайды екен. Анасының жаңағы дауысы өте әдемі, әсерлі болған. Музыка тілімен айтқанда өте сирек кездесетін меццо-сопраноға жатады екен. Сол жаңағы анасының ағалары, бауырлары бәрі осы аспаптарда ойнағанын көріп, жаңа бала Айткеш сол анасының әніне сүйсініп тыңдап, сол сүйіспеншілігі осы музыкаға бет бұрады. Ол кезде небәрі 5 жаста болатын. Сол кезде жаңағы анасы көбінесе өзінің тәрбиелік мәні бар әндермен қоса лирикалық әндерді көп шырқаған екен. Ол кезде Абай өлеңдері жиі тойларда, кештерде, өзі жиналған жиындарда айтылған кезде сол тыңдап, жаңағы анасының әнімен сүйсініп, сондай бақытқа бөленген екен. Сол Қарауылдағы үйлеріне ара-тұра жырақта өмір сүрген шәкәрім ағалары жиі келіп тұратын. Сол шәкәрім ағасы арасында осы үйге келген кезде, ол кісінің келгені мен үшін бір үлкен қуаныш әкелетін дейтін. Неге десеңіз, ол кісі келгенде дастарханға тәтті тағамдар, мал сойылып, жаңағы біздің ауыл іші жиналып, күй шертіліп, ән орындалып, бәріміз бір жасап қалатынбыз дейді. Сол шәкәрім ағамның дейді, өзінің шығарған жаңағы шығармаларын, әңгімелерін, жаңадан шыққан әндерін өзінің қоңыр даусымен домбыраға салып айтып береді екен. Сол кезде мен сол жаңағы сол ағаның әндерін әкемнің тізесінде шынтағымды жантайып тыңдап ләззат алатын дейді. Сол кісінің айтқан әндерін менің бір музыкаға баулап кеткендей болды дейді. Сол кезде Айткеш жаңағы ағаларынан үйренгені 6-7 жасқа келгенде жаңағы музыкалық аспаптарды, оның ішінде мандолин, мандола дейді, домбыра, гармошка, балалайка, қылқобыз, шаңқобыздарды үйреніп, емін-еркін нота білмей сол кезде ойнап үйрене бастаған кез екен. Сөйтіп жүрген кезде осы ауылға радио желісі тартылған кезде, сол радио желісінде музыкалық шығармаларды көптеп береді екен. Оның ішінде әсіресе Лесманның, Иосиф Антонович Лесман деген көрнекті совет скрипкашысы болған. Сол скрипкашы Лесманның Моцарттың, Чайковский, Вивальди, Бетховеннің шығармаларын көптеп беріп, мен сонда 4-5 сағат тыңдап, жаңағы музыкаларды жалықпайтын дейді. Сол әуенді естіп, жаңағы өзім білген аспаптарыма салып жүретін дейді. Бірақ мен бала болсам да алдыма мақсат қоя білдім дейді. Неге? Өйткені мен болашақта скрипкашы болғым келді. Мен қиялдадым дейді, жиі түсіме де кіретін болды дейді. Менің арманым болды скрипкашы болу. Сондықтан мен арманымды осылай армандағаным, қиялдап жүргенімді жаңа менің ең үлкен қамқоршы ағам Балтақай байқап,
Семейге барып, сонау 91 сом, ол кезде сомның кезі ғой. Сол 91 сомға скрипка аспабын әкеп, менің қолыма табыстады. Мен сондай бақытқа бөлендім дейді. Сөйтіп жүрген кезде 1935 жылы Әйткештің семьясы Семейге көшіп келеді. Сол көшіп келгенде мен ара-тұра осы киноға баратым дейді. Кино көру үшін емес, сол кино театрда бірінші киноның алдында көркем өнерпаздардың жаңағы концерттік шығармалар ойналады екен. Әсіресе жаңағы скрипкашылардың. Сол скрипкашылар жаңағы Бетховен, Моцарттың шығармаларын берген кезде сүйсініп тыңдап, 4-5 сағат тыңдап, сол скрипкашылардың оң қолын, саусақтарын қалай ойналатынын бәрін көріп тыңдап, естіп отырып құлағыма құйып, үйге келгеннен кейін жаңағы аспаптарға салып ойнайын. Ең бірінші осы скрипкаға салып, сол кезде мен бүкіл шығарманы жатқа ойнайды екенмін дейді. Ол кезде Әйткештің жасы небәрі 12 жаста болды сол кездері. Сонда сүйсініп ойнаған кезде менің үй ішім, менің жаңа ойнағаныма тамсанып керемет сондай мәз болып қалатын дейді. Сөйтіп жүргенде мына Семей облысында көркем өнерпаздар олимпиадасы болады. Сол 1936 жыл сәуір айында. Сол олимпиадаға мен де дайындалып, жаңағы Чайковскийдің ең қиын шығармалары концерттік бағдарламаларды дайындап, мен де қатыстым. Сол олимпиада мен бірінші орын алдым дейді. Сол олимпиадада Алматыдан келген композитор, дирижер Латиф Хамиди жюри мүшесіне қатысып отырып, баланың ойнағанын көріп, сондай талантына тәнті болған ғой. Сол кезде келіп, олимпиада аяқталған кезде Әйткешке келіп айтады: "Сен бала ауылда қалмауың керек" деп жаңағы ағасына келіп жолығады. Қамқоршы ағасы Балтақай ғой. Балтақайға айтады: "Мына баланы ауылда қалдыруға болмайды. Хақыларыңыз жоқ. Мына баланың тума талант, дарындылығы керемет, кәсіби музыкант болу керек. Сіздер мына Алматыға оқуға апарыңыздар." Композитор Ахмет Жұбановқа жолығып, ақыл кеңесін береді. Содан 1936 жылы Әйткеш Алматыға оқуға барады, бірақ жасы жетпегендіктен 2 жас қосып ұлғайтып 14 жасында Алматыға музыка техникумына осы скрипка класы бойынша қабылданады. Сол кезде 22 бала қабылданады техникумға. Жыл бойы 1 жыл болып аяқталған кезде сол 22 баладан 2-ақ бала қалады. Сол баланың ішінде біреуі бірегейі осы Әйткеш Толғанбаев болды. Әйткеш Толғанбаев сол музыка техникумға жаңағы Иосиф Антонович Лесманның класына скрипкаға оқуға түседі. Лесман осындай студенттік шағы басталады. Концерттік шығармаларды көптеп ойнап, жаңағы олимпиадаларға қатысып, радиода концерттерін бере бастайды. Әйткеш сол кезде емін-еркін скрипкада ойнайтын болды. Нота білмесе де, өзі жаңа айтып кеттім ғой, әрбір дыбысты құлағымен естіп, өзі жаңа скрипкаға салып, бүкіл шығарманы ойнай бастады. Сондай көрмейсіз, дарындылығы, таланттылығы. Сол Лесман үйіне де шақырып, осы Әйткешпен көбірек дайындалады. Сол үйіне шақырып, жаңағы Әйткеш шығармаларды ойнап тұрған кезде сыртынан бақылап отырады. Мына баланы мен өмірімде алғаш рет осындай дарынды, талантты баланы бірінші көрдім деп керемет сүйсініп тамсанады. Сол Әйткеш 40 жылы техникумды бітіреді. 1942 жылы сол оқуды бітіргеннен кейін Әйткеш Толғанбаев әскерге аттанады Өзбекстан қаласына. Өзбекстан қаласынан әрі қарай Кавказ, Магаданға соғысқа аттанады. Небәрі 18 жас. Азапты күндер немістердің қолына тұтқынға түседі. Енді келесі кезекте мектебіміздің театр сыныбының оқушылары осы Әйткеш Толғанбаевтың соғыс жылдарындағы өмірін өлең шумақтарымен жеткізеді. Скрипка менің тілегім, менің жұбатушым, менің екінші жаным еді. Егер де бір күні мен әуенді естіген адам бұл тірі қалудың үні десе, сол мен ең үлкен жеңісім. Әр түн сайын қолымда сынған скрипкамды ұстап, алтыншы шегі жоқ болса да әуенін жүрегімнен іздедім. Мен тартқан әр дыбыс бір адамның жылағаны, бір ананың күткені, бір сарбаздың соңғы демі, бір жүректің үміті еді. Соғыстың тозағынан тірі келдім деп қуанып едім. Бірақ ең ауыр жара оқтан емес екен, ең ауыр соққы өзеннің сенімсіздігі. Менің есігім алдына бір күні суық сөз келіп тоқтады халық жауы.
Ол сөз мені қайта тұтқындағандай болды. Біреулер тұтқында деме, сатқынсың деді. Ал мен сонда кім үшін өмірімді қатерге тіктім, кім үшін сынақ скрипкамды ұстап, мысқылдағандай үмітпен күн кештім. Ол әділеттің үнсіз серік екен. Күндердің күнінде шындықтың есігі өзімен өзі ашылды. Бірақ жылдар бойы болып жатқан жан айқайымды босатты. Маған ол күні Айтекеш Толғанбаев кінәсіз ақталды деді. Бұл сөзді естігенде бір кездері қирап қалған ішкі дүнием қайта жамылғандай болды. Мен өз әнімді жоғалтпағанымды түсіндім. Менің жанымды ешкім шайқалта алмайтынын түсіндім. Халық жауы деген таңба менің жүрегіме жабысқан жоқ. Менің жүрегімде тек қана музыка ғана қалды. Фрайбург қаласындағы тұтқын лагерінде жергілікті тұрғындарға арнап қойылған концертте скрипка мен Европа қаласын соншалықты шабытпен асқан шеберлік танытып орындаса, халық әні елімайды. Бәрінен де артық көретін елімнің, халқымның кім екенін біліңдер. Туған жерге деген жүрегімнің сағынышы мен жер мұңын тыңдаңдар дегендей шынайы музыканттың риясыз сезімін аса әсер етіп жеткізді. Мен бұрын бұндай дауысты естімеппін. Бұл жай музыка емес, бұл бір халықтың жан дауысы сияқты. Музыка жасайды бәрін. Мына бізге жат халықтың мұнында. Бейтаныс даланың боранында. Бір ананың баласын тосып шаршаған көз жасында осы бір қаует жеткізіп тұр. Ол скрипканы жай ғана ойнап тұрған жоқ. Әр ысқыш қозғалған сайын біз сыбызғы өрліп келеді. Әр нота сағыныш, әр түрлі қасиет, әр созылыңқы үнде көз жасы бар. 1956 жылы Айтекеш Толғанбаев Европамен қош айтысып, еліне Қазақстанға оралады. Қазақстанға келгеннен кейін Айтекеш Толғанбаевқа Ахмет Жұбан үлкен көмегін береді. Консерваторияға оқуын жалғастыруға және Ғазиза Жұбанова жақсы мінездеме жазып, сол кісінің арқасында жұмысқа тұрып консерваторияға әрі қарай жұмысын жалғастырады. Алматыдағы қыздар педагогикалық институтына жұмысқа тағы да екінші жұмысқа тұрғаннан кейін жаңағы студенттерді қабылдап, өзінің әрі қарай шығармашылығымен айналысады. Айтекеш Толғанбаев және басында айтып кеткендей, өте дарынды, талантты адам болғаннан кейін өзінің бойындағы жаңағы талантын оқушыларға, шәкірттеріне сабақ арқылы бере бастады. Сол кезде Айтекеш Толғанбаев мынандай скрипка үйрену мектебі, методикалық құрал жаза бастады. Оның ішінде мына скрипкаға жаттығулар, әрбір аспаптың саусақтары оң қойылымы туралы өзі жазып, осының ішінде халық әндері Ғайни, Майраның әніне жазылған Фантазия, күйшілер жаңағы Дәулеткерейдің Қосалқа күйі, Тәттімбеттің Былқылдақ күйлерін арнайы лайықтап осы скрипкаға жазған алғаш осы біздің Айтекеш Толғанбаев болатын. Енді ол кісінің өзінің жаңағы айтып өткендей, осы кітапты біз қазір өзіміздің мектепте, жан-жақты Қазақстан мектебінде әрбір скрипкашы, оның ішінде жаңа қобыз, прима қобызының оқушылары ойнап жүр. Енді келесі кезекте осы жаңа айтып өткендей, Айтекеш Толғанбаевтың шығармасы Ғайни халық күйін, халық әнін осы скрипкаға лайықтап өңдеп жазған болатын. Енді сол шығарманы менің шәкіртіммен осы бірге ойнауға рұқсат етіңіздер. Концертмейстеріміз Ораз Жұмабекұлы.
Келесі жаңа айтып өттім ғой, әні Ғанияның осы скрипкаға лайықтаса, Арынғазы деген күйі бар. Оны да міне Айткеш Толғанбаев скрипкаға өңдеп жазған болатын. Енді сол Арынғазы күйін біздің мектебіміздің прима қобысының ұстаздарының орындауында қабыл алыңыздар. Толғанбаевтың «Қатал тағдыр тәлкек» атты кітабы өзіміздің халықтың қолына көптеп таралып шыққан болатын. Мына кітабы 22-ші жылы шықса, мына кітап 1918 жылы шыққан болатын. Мен отаныма сатқындық жасаған жоқпын. Жауға адал қызмет көрсетемін деп ант бергенім жоқ. Қолыма қару ұстаған жоқпын. Халқыма зиян тигізетіндей ешқандай қарсы әрекетке барған жоқпын. Соғыста жаралы болып, фашистердің қолына тұтқынға түстім. Одан мүмкін болған барлық қолайлы сәттерді пайдаланып, отаныма қайта оралуға тырыстым. Өзіме осыдан 45 жыл бұрын жазықсыз жаламен, мойныма зорлап тағылған құрсаулы бұғаудан құтылып шығып, шындыққа қол жеткізу үшін өмірімнің соңына дейін күрестім. Қара ниетті адамдар менің өмірімді тәлкек жасады.
Мені өз еркімен жауға берілген сатқын, шпион, шетелдік барлау орындарының құпия өкілі деп айыптады. Шын мәнінде мені қаралаған жекесімде кінәмнің жоқтығын, ақ екенімді дәлелдейтін айғақты деректер жеткілікті. Тергеу ісінің қылмыстық жолмен жүргізгендігін, үкім шығаруда соттарға қысым көрсетілгендігін, заңдылықтың бұзылғандығын, істі оқып танысқан әрбір көзі қырақты озық ойлы адам, адал, саналы адамдар көздерін жеткізген болар еді. Солай жасау билік басында отырғандарға қажет болды. Мен сіздердің алдарыңызда бір ғана нәрсені мойындаймын. Қатал тағдыр мені қайда сүйремесін. Мен әр кезде тек өзім болдым. Мен философ та, саясаткер де, тарихшы да емеспін. Мен музыкантпын. Жарық дүниеде тек музыка әуенімен өмір кешетін адамын деп осы мына кітапты жазған болатын. Мына кітапты 1922 жылы Семей қаласында Айткеш Толғанбаевтың атында бірінші скрипкашылар байқауы өтті, облыстық және республикалық байқауында. Менің оқушым, скрипкасының оқушысы Оразалина Әдісен қатысып, жүлделі екінші орынды иеленген болатын. Сол кезде осы кітап бізге сыйға тартылған болатын. Ерін елі ескерер демекші, барымыздың бағасына жетіп, бағалауға үлес қосу адамдық борышымыз. Енді осы тәрбие сағатын өткізу, айтып отырмын ғой, жаңа қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы Айткеш Толғанбаев, қазақтың Паганин атанған Айткеш Толғанбаевты біз тәрбие сағатын міндеті етіп, осында отырған оқушылардың санасына жеткізіп, саналарына жүрсе деймін. Бүгінгі тәрбие сағатына назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.